Осы орыстарда да айтам да. Бір дұрыс машина жасауды бір үйренемей-ақ қойды ғой. Баяғыда осы жүгілілерді бар ғой, Италияның машиналарына ұрлап жасаған ғой негізі. Содан артық іштен жасай алмай жатыр. Не мынау? Иномаркадан гөрі осы жүгілі жақсы. Запчасты арзан. Жасалуы оңай. Объем аз. Қайдам. Путинді айтам дос. Мақтанғанды бәле дейді. Үйтті батырымыз, біздің қаруымыз, мынандай қарым. Мынадан жүгіліден басқа мәшіне ойлап таппай еді. Негіз Путиннің бас жетпеген жері бар емес пе ше? Болды, мына бәрін ауыстырып қайып сақ қойдым. Мына бір екі болды артық. Просто өзің реал мемлекеттің шамасын білмей тұр да ол. Дұрыс айтасың. Қалай артық? Мынадан шықты ма? Енді осыдан шыққаннан кейін артық болып шықты да енді. Менен шыққан жоқ қой, машинадан шықты ғой. Мынадан шықты қалай артық болады? Значит, істей алмағансың ба сен? Айттым ғой, қайратқа барайықшы деп. Істей алмайтын ма? Қалай артық шығарды? Артық болса артық шығар. Сенбесең өзің қарап шық, артық болғаннан кейін артық деп айтып отыр. Қой, мырзеке, не болды сонша? Заводская брак деген сондай болады. Біздің жігіттер мықты ғой, көрдің ба? Бітті ғой. Орыстардың қатесін тауып тұр ғой. Мына жерін жіппен байлап қойды, мына жерін. Кейін сыммен тартып байлап қою керек енді. Болды ма, зың ба? Болды, зың. Жүре беруге бола ма? Баса бер, бауырым, баса бер. Жарайды, онда мен бар. Бір-екі айналып тиін істеп қайтайын? Айтпашы. Не, шашқыңыз беріп тұрсашы жезеге? Шашқыш несі тақ? Ой, мына жер тұрады сар такси деген. Жоқ, өзім жаңадан ағам оны. Анау үйде сарайда ескі жатыр, свет жанбайтын. Сол алам десең, ала берсің. Жаңасы тиіспе. Ой, сізде бір жылап. Соны шашқы дей ма? Білмеймін, шашқы деп тұр ғой. Біз оны таксидің төбесіне жанып тұрған такси деген жазу деп бәлембесін айттырмыз ғой. Көке деймін да, көңілдеріңізге келмесін айтайын енді. Мына ауылдың таксистері бар ғой ше. Вообще дұрыс істемейді ғой. Неге? Ой, барлығы бір питаққа жиналып алып, әңмен соқ. Не оңысы машина ішінде жатып, ұйықтайды. Сол бола ма? Дұрыс емес қой, болмайды ғой. Өте дұрыс. Естіңдер ме? Болмайды. Не істеу керек сонда? Ой, шығу керек қой, былай зерттеу керек, мониторинг жасау керек. Адам қай жерде көп жүреді. Керек жерден керек уақытта табылу керек қой. Сол. Таксист болғаннан кейін сөйту керек. Жарайды анда, мен кеттім. Жарайды. Түспаре, сен менің айдағаныма шыдай алмайсың, қорқып қаласың қазір. Кеттім мен. Ой, азамат, ой, не деген термин, Бірақ ауыз сөзбен шашки дей салды. Біз оны 8 сөзбен айтып жүрміз ғой. Түбі мынау бар ғой, сендерді жұмыссыз қалдырды, көресің. Мырзеке, балдызын қалаға бизнес ашам деп кебет. Таксобайт етіп кетті. Уақыт жоқ. Ой, күлме. Лесағант машинасын алды ғой. Енді таксобайт етіп, ақша жинап болады да, бизнес ашам деп отыр ғой. Ашады, көресің ғой түбі. Ашады, Ашады. Бопты көрейік, ашсын. Мырзекадан барып, көрмедік па барып? Бопты. Жақсы онда Есен аға. Жақсы. Айта сен содан үйрен жата бергенше. Болды, сол ашсын кейін көреміз. Ата, Ау. Ашығаға машина не үшін бер жүрдіңіз? Кешке дейін келеді. Қонаққа баратын ек қой, қалай барамыз? Такси бар ғой, таксимен барып қайтамыз ғой. Таксимен? Машинамызды бұзып қойса не істейсіз? Бұзбайды. Ол көрші. Көршіге көмектесуіміз керек. Көршінің хақысы Тәңірдің ақысы деген. Сен оны кейін түсінесің. Ақма? Ауылдың адамдар бәрі қайда кеткен, қырылып қалған ба жеріне? Көке, такси керек жоқ па? Жарайды. Айтпақшы Мырзахан. Өткендегі 100 000-ның егесін таптың ба? Соны таппадық қой, Шақшадай бас, шарадай болып кетті, іздей. Неге? Бұлай қарап тұрсаң, мұқтаж адам көп сияқты да негізінде. Ал іздеп тұрсан, бұл мұқтаж адамдарының қайсысы мұқтаж емес білмей қалады екенсің, әңгімесінің бәрі бірдей. Ал онысында көбісінің өз мұқтаждыққа өздері кінәлі сияқты ма, соны таппай жатырмыз, қалай қыламыз оны? Сен былай істесе,
кім кедей деген конкурс ұйымдастырса. Жоқ, Есен аға, кедей сыны деген ба, кедей сұлтаны деген ба ұйымдастыру керек қой. Болмаса кедейлер көңілді клубы деп. Құрсын, Құдай сақтасын, астағфиралла. Ай, осы айтпақшы анау акиметте тұрмысы нашар адамдардың тізімі бар деп ғой. Көрмедің бе соны? Ой, көрдім оны. Сіз айтқан жердің бәріне бардым, тізімін алдым. Ерінбе үйді-үйдің мен аралап шықтым. Ой, сөйтсем, өңкей аяқ қолы сау, апталдай еркектер, жұмыссыз біздеп тіркеліп алғандағы, бала шағаны санын көбейтіп, пособие алып, жатыр ғой, жарықтықтары. Ой, ұрыстым, ұялмайсыңдар ма, жұмыс істемейсіңдер ма десем, ой, қазір жұмыстың айлығы аз, пособиядан айырылып қаламыз деп отыр. Жанды олыңыз ба? Саламатсыз ба? Шанхайға барасыз ба? Барамыз, келіңіз, отырыңыз. Жолда айтып отырсаңыз болды. Жақсы, айтайын. Рахмет. Осы көше бойымен жүреміз, 3 көшеден кейін солға. Болды. Мынау мектеп болды ғой? Иә, орта мектеп. Дұрыс. Өзіңіз қай сыныпта оқитын болдыңыз? Есімім Айгерім. Жоқ, қай сыныпта оқисыз деймін? Сағат қанша болды демегеніңізге шүкір. Жоқ, Құдайға шүкір, сағат бар ғой. Осы жерден тоқтаңызшы. Жай ма? Тоқтаңызшы өтініш. Мына жерден ба? Менің оқушым еді, менің үйім жанында тұрады. Самат, сәлематсың ба? Сәлеметсіз бе, апай? Менімен бірге жетіп ал. Жоқ, қоя беріңіз, өзім барам. Мен де үйге бара жатырмын ғой, кел отыра ғой, менімен бірге жетіп аласың. Жарайды. Кел отыр. Қанша жасты? Ай, бәрекелді. Сабақтан келе жатсың ба? Иә, апай. Жақсы. Менің оқушым, әрі апаймен көрші тұрады өзі. Айтпақшы, есімім Қаршыға болады. Мен есімім Самат болады. Жоқ, мен саған айтып жатқан жоқпын. Әпкеңе айтып жатырмын. Жалқауыз ғой, не? Жалқауымыз ғой. Иә. Одан мен болмайды дедім мен. Одан қаз ажырасқандар тола екен. Күнін көре алмайсың ба, ажыраспа дедім. Ажырастың ба, алаған жайма ішкейді. Мырзеке, оларда жетіскеннен ажырасады дейсің ба? Осы кім ажырасқысы кеп ажырасады дейсің? Сен де қызықсың, айта салады екенсің. Қой. Оның үстіне бар қоя, оларды үйтіп өбектеп, еркелетіп, алақанға салып аялай берсең, олар сондайлар көбейіп кетеді қайта. Олар қайта ұрсып кету керек. Иә. Ажырастан көмектесе береді екенді ойлап қояды олар. Иә, ол да бар, иә. Ай, анау айтпақшы, анау Тұрар бар емес пе, Тұрар? Қайсы баяғы тракторист Тұрарды айтып ба? Сол қатты ауырып жатыр дейді ғой. Иә. Бауырына операция жасатады дейм ма? Соған көмектессе онда? Білмеймін енді. Ол ауырса, Тұрар өзі кінәлі. Уақытысында трактор айдап жүрген кезде, түкірігі жерге тимей жүрген кезінде не істеді ол? 100 грамм араққа жер жытып, шөп тасыған жоқ па сол? Ақша берсең бармай, арақ бергендерге барған жоқ па сол? Сол тракторист Тұрар десе бар ғой, ана бір мас адам көз алдыма елестейді. Иә. Қатшты ғой көкем, жатып ішті ғой бір ақша. Қой, болды, қойыңдар. Өткенді қозғап қайтесіңдер. О бейшара ауырып жатыр, жаны қиналып жатыр. Не аласыңдар сөз қылып? Жоқ, енді Құдай шипасын берсін еді әрине. Ғайбат болып кетпесін, бірақ шындықты айтып жатырмыз да. Оның үстіне бере салайын десең, сол Тұрар бірақ лайық емес сияқты сол ақшаға. Құжаты дұрыс емес десе. Иә. Сарапкерлері тура келмейді. Өткенде мен саған айттым ғой. Сол ақшаны уақытша маған қарызға бере тұрсай, кейін қайтарам дедім ғой. Ой, қоймайды екенсіз көке. Ой, бұл әкемнің аманаты ғой бұл. Аманатқа қылдай қиянат қылма демей ма? Кім қиянат жасайын деп жатыр? Сен адамыңды асықпай іздей берсей, адамыңды тапқан күні ақшаңды да қайтарып берем осыған. Жоқ, мен асығып іздеймін. Мен бүгін іздеп, мен бүгін тауып беремін. Бір адамға бүгін бермесем болмайды. Кімге табасың, кімді табасың? Қайыршын табам да қайыршыға берем. Бұл ауылда менен өткен қайыршы жоқ шығар. Кредиттің уақыты келсе өздерің көріпсіз, зыр іздеп, қайыр тілеймде жүрем ғой, көшеде жүгіріп жүр. Маған бересің да. Қой. Сен қойш.
Саған біреу кредит ал деді ма? Алдың ба? Төле енді. Бұл қайыршымын деп бұл мәңгілікке сұрап тұр ғой. Қарызға сұрап тұрған жоқ мен құсап. Болмайды. Бұны ертерек мойнынан түсіріп құтылуым керек. Бұл ауылдың таксисіне ұқсамайсыз. Солай ма? Дұрыс байқадыңыз. Мен негізі вообще таксист емеспін. Сырттан келген кәсіпкермін ғой. Бизнесінің шет жағасын осы ауылға да әкелсем ба деп, сол зерттеп, қарап жүрген бетім ғой. Қай жерден бұрыламыз? Қазір жүре беріңіз. 2 көшеден кейін солға бұрыламыз. Жарайды. Мынау жай көршімнің көлігі. Бір жағынан антиквариат. Үнемі шетелдің көлігін міне бергенше бір уақыт ретроспективаға да беріліп, осыларды айдап тұрған дұрыс қой. Қазір ескі заттардың барлығы қайтадан мода болып жатыр ғой. Біз қайтып айналып келеміз осыларға, көресіз. Бизнесменмін дедіңіз, сонда немен айналысасыз? Немен айналысқанда әртүрлі стартаптармен жұмыс жасап жатырмын. Жақсы екен. Жұмысыңыз табысты болсын. Рахмет. Міне, біз жақындадық. Ана жерге тоқтай берсеңіз болады. Ана жерге ме? Самат, міне келдік. Үйіңе бара ғой. Үй тапсырмасын орында. Жарайды апай. Тексерем. Жақсы апай. Сабаққа кешікті. Жақсы сау бол. Жақсы. Рахмет, сау болыңыздар. Ой, сіз не істеп жатсыз? Ой, қойыңыз қарындас. Жоқ, керек жоқ. Мен ақша алмаймын. Мен сізге жаңа ғана айттым ғой. Мен нарықты зерттеп жүрген адаммын. Мен таксист емеспін. Ұят болады ғой. Керек жоқ ақшаңыз. Жарайды, рахмет. Сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Кешіресіз. Мен сізге бір өтініш айтсам болады ма? Әрине, қолдан келіп тұрса, қуана-қуана көмектесеміз ғой. Сіз бейсенбі күні ауылда боласыз ба? Иә, біраз бизнесім бір жақты болғанша кетпейміз шық осында. Жақсы екен. Бейсенбі күні ашық сабақ өтсем деп жоспарлап жатырмын. Бизнес тақырыбында сіздің де кәсібіңіз сол екен. Бейсенбі күні келіп маған кішкене көмектесіп жібере аласыз ба? Балаларға лекция айтып, сұрақтарына жауап беріп дегендей. Иә, өтініш сізден. Бұл мен үшін өте маңызды. Жарайды, бір өтініп қалған екенсіз енді. Өте қуаныштымын, рахмет сізге. Маған визиткаңызды бересіз ба? Өкінішке орай визиткам үйде қалып кетті. Сіз өзіңіз нөміріңізді жазып бере қойыңыз, мен өзім хабарласа қояйын. Жақсы. Келіскеніңізге үлкен рахмет. Жоқ, оқас жоқ. Біз сізді бағалармен күтеміз. Сіздей сұлу қыздарға енді қалай өтініш қабыл алмайсың? Некеңіз. Мұнда менің номерім. Рахмет, сау болыңыз. Жарайды. Қырсық. Сізге көмек керек емес па? Жоқ, кішкене демалып алайыншы деп отырмын. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Ана бала қайда жүра кешік? Ой, жаным, келдің ба? Бол, тез шеш. Көйлегін шеш. Екеуіңнің екі уақытта оқығандарың қандай жақсы болды. Құдай қаласа, аз қалып балапандарым, кішкене шыдаңдар. Келесі жылы екеуіңе бөлек-бөлек киім әперем. Кәне, тимеңдер. Тимеңдер ғой. Кел, костюмыңды кей, бұл сабақтан кешігесің. Сал көйлегіңді, түймесін сал. Әкел, сумкаңды әкел. Бол, аяқ киіміңді кей, тез. Кел. Тез жүгір. Сен бер кел, киіміңді ауыстыр. Енді басқа осы жерде бір мұқтаж адам бар шығар енді, Мырзеге. Мына жақтарда ма отыратын еді ғой бір? Болушы еді ғой, қарау керек қой. Отыр. Тасай салайын ба апарып? Тасай салған есе, айтып түсіндіріп берсе ше. Айтпақшы. Оны кейін қай екен айтшы. Қайрат Нұртастың ба, Төреғалидың ба өлеңдерін айтсыншы. Бірақ қазір олар да хит емес, бірақ ше.
айтшы сразу Димаш Құдайбергеновтың өлеңдерін айтсын да көбірек ақша табады наоборот ше. Айтшы Қайекеңе бар өзі түсіндіріп айтшы бар. Қайеке деймін, атын білесің бе не? Жоқ, қайыршы ғой, не еркелетіп Қайеке деп жатырмын ба енді? Болмыш десе Бомеке дейсің ба? Ұят қой, жұмсын, баса. Қайеке, ассалаумағалейкум. Жағдайыңыз жақсы ма, амансыз ба? Мынау сізге, мына айналада сізден артық мұқтаж адам жоқ сияқты. Мынау қабыл алыңыз. Иә. Рахмет. Сен ашырылап жатыр ма? Айфон ағасы ма не? Жоқ, мен айфон жоқ қой сен. Менде простой телефон ғой. Мен жұмыстаймын ғой, қазір неменеге мазалай бересіңдер? Машинаның кілті гаражын пультінің жанында тұр, орында өзінің. Менен артық білесіңдер ғой? Жұмыста мен мазалай беремін, кешке кеш барам. Жақсы давай. Мына қайыршың менен бай ғой, айфоны бар ғой менің. Машинасы бар ғой? Ой, машинасы ғой, машинасының пульті бар ғой, мынаның біздің машинаның кілті де жоқ қой. Гаражын айтсың, гаражын. Ақшаны ал, мырзеке, ақшаны ал. Бергеннен кейін ұят шығады, қайтып аласың енді. Өзім ағалам. Бауырым. Отыр болды. Отыр, бізден бай екенсің ғой. Өздерің аласыңдар ма? Сен бізден жағдайың жақсы екен. Маған ақ бересіңдерші осыны. Көше сенде я. Одан кейін Қайеке дейсің ба, Бомеке дейсің ба, өзің білесің. Бұл жерде менен мұқтаж адам жоқ дейме. Түсіндің ма? Мынау жағдай страшный ғой. Соны айтып тұрмын ғой. Сендер де звондамайтын. Гараж менде жоқ, burada гараж. Машинасының пульті бар. Үйде кілті жоқ қой машинаның бізде. Мынау ұрса болды. Ана жақтан көреміз. Ойымда таныстым. Базардікі болмайды. Бәрі осында алаяқтар. Маған негізінде Қытайдың бара жатқан жолы ұнамайды көке. Вообще дұрыс істеп жатқан жоқ қой олар. Қалай ойланатындарын түсінбеймін ше. Мына жерден бұрылу керек еді ғой? Жарайды қазір ана көшетін айналасынамыз. Уайымдамаңыз, жеткіземін. Асығыс едім бе кішкене, а? Қытай деймін да, анандай күшпен баяғыда дамып кету керек еді ғой. Дұрыс жол таңдамады да олар. Экономиканы мүлдем қақпайды ғой. Мен болғанда бар ғой ше, о Қытайдың орнында болсам мен баяғыда дамып кетер едім бар ғой. Дұрыс па көке мен айтып отқан Қытайдікі? Мына жолың о жаққа мүлдем бармайды ғой. Кер айнала салатын еді. Тек қойшы, өшеден жай түсіп жаяу бара салам мен. Жоқ, қазір көке, қазір қоя тұршы. Айнала салам ба кер? Мә, ертеңге. Жоқ, Қытайдың жолын емес, өзімнің ауылымның жолын дұрыстап жаттап алсай. Жоқ, қазір от алдырып алайын, барамыз ғой, көке. Көке, қоя тұршы бір минут. Көке. Не ғой? Машина итерші бересіз ба? Қойшы, сен асығыспын деп айттым ғой саған мен. Көке. Сол 100 мың теңгенше маған ақ бересің де ше. Мына машина бар ғой, май жабады. Бұл май жеген сайын үйдегі қатын миді жабады. Бұл жердегі ең мұқтаж адам менмін, түсінсеңдер бар ғой. Мәкебай, келіншегің мен көлігің мінез көрсетсе не істеу керектігін білесің бе? Не істеу керек? Намазыңды дұрыстап оқу керек. Ол екеуі бір-біріне қандай қатысы бар? Тікелей қатысы бар, мен саған айтайын. Айтшы. Естің ба? Сәбит дұрыс айтып отыр. Сен қайта жылай бермей, бізге 100 мың теңге қосып, жұртқа көмектесуің керек сен. Қой, адам өз жағдай нашар деп тұрса, сен не айтып тұрсың өзі? Өзі адамның жағдайына машинесінен ақ көріп тұрған жүр қандай екен? Құдайдан қорықсай сен, шүкір демейсің ба Құдайға? Сен қайта бұндай машинаң бар? Машина жоқтарды жүр, күліп ойнап, бақытты солар. Машинаны қой берші. Аяқ киімі жоқтар бар ғой, білесің ба? Көрдің бе? Сол аяқ киімді киюге зар болып жүргендер бар. Аяғы жоқтар бар бұл өмірде, білесің ба? Аяғы жоқ демекші айтпақшыдай. Сондай адам бар ма біздің ауылда? Қайта сондайларға берген сауап мол болады дейді. Біздің ауылда аяғы жоқ адам жоқ қой, бәрінің аяғы бар. Екеудің 3 аяқтан бар ғой біздің ауылда. Бүкіл ауылдың аяғын тексеріп көріп пе ең? Аяқ деген бүйрек емес қой, көрінеді ғой. Мүмкін емес болу керек ондай ауыл. Бар болу керек. Ойланшы. Жоқ деп тұрмын, білемін ғой мен. Бар аяқ жоқ адам. Бір аяғы болмау керек па, или екеуі де болмау керек па? Мейлі. Бір аяғы жоқ болса ше, онда 50 мың берейік та, 50 мыңды маған бересіңдер ше, тым болмаса қарызға беріңдер ше. Сен несің дұрыс па? Бұл саған конкурс па не? Бір аяғы, екі аяғını бөліп беретін. Қайырымдылық садаға қой, берек бар дей бәріне. Бар ба, айтшы.
Жоқ деймін ондай адам біздің ауылда. Неғып жоқ? Мүмкін емес. Бар. О, көшенің бас жағында көк дарбазада тұратын бір кісінің аяғы жоқ мен білем. Қайсана өкірештің үй жағында бір кісі бар сияқты еді ғой, Бар айтып тұрмын ғой. Жоқ десем неғып сенбейсіңдер? Сенбесең жүр кеттік барып тексеріп көрейік. көре салайықшы. Сен барамыз, жүр. Жүр. Артына Оның сауалы бар ғой, жігіттер, білмейсіңдер. Ондай кісілерге берсең бар ғой, еселеп Аллах тағала берем деген. Осы үйде точно мен көргем. Бұндай адам жоқ деймін бұл ауылда. Осы үйде мен көргем деймін. Маған сенші, мен саған айтып отырмын ғой. Тұра тұрсайшы. Ақылдасып алайық та, не деп айтамыз ол? Ыңғайсыз емес бұл ғой. Ешнәрсе айтпа, ақшаны берді, түсіндір бұл. Мынау айтқандай ақшасын беріп атқанда аяғы болып тұрса не істейміз? Енді жылан емес, адам ғой, аяғы бар, жоқ көрінетін шығар. Ол да бар. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассалаумағалейкум. Кім керек еді? Жоқ, қателесіп қаптық қой. Кешірім сұраймын. Неменеге жапа салды? Сұрамайсың ба? Не деп сұрайсың? Көрініп тұр ғой тұста. Айттым ғой, біздің ауылда ондай адам жоқ деп ей. Жаңағы ақшаны маған бересің одан жа. Болмайтын нәрсені айта бермеші сен де. Қаяқтан білесің? Ағасы ма, інісі ма шығар? Қаяқтан білесің? Мен көрген бұл үйден аяғы адам көрген мен. Точно ма? Точно көрген мен бұл үйден. Дұрыстап тоқылды сұрай өзің. Не ғой? Көке үйде бай сізден басқа үлкен ешкім жоқ па? Жоқ, ең үлкені менен басқа ешкім жоқ. Ініңіз ба, кішкене нелеріңіз жоқ, Жоқ. Жарайды. Жақсы көке. Жақсы, мына шаң бағап просто мына жерін сұрап. Жарайды. Айтпайсың. Мен түсіндім. Мына көкемнің аяғында протез. Сәбит, протез деген аяқта емес, ауызда болмай ма? Тіс протез. Аяқта да болады, түсінесің ба? Байқамайсың ба бағана тұрған кезде көкем бүйтіп бір түрлі бүйтіп теңселіп көрінді ме? Точно протез. Мен айтып отырмын, дұрыстап сұрайық өзіне. Ұят емес пе? Не деп сұрайсың енді аяғыны? Өздерің ғой. Жоқ, оны өзінен сұрамау керек бұны. Көршілерінен ба сұрау керек екен. Мен Жәмил әпшені танимын, жүріңдер де Жәмил әпшені бар. Сұрап көрші жүр. Ыңғайсыз ғой, не деп сұрайсың? Есік ашып айналайындар. Біз ғой көке, біз ғой. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Саламатсыздар ма? Қалай, сіздер жақсыздар ма? Аллаға шүкір, жүріп жатырмыз Құдай деп. Шүкір. Сұрайын дегенбіз. Иә, келіңіздер. Оң жақтағы көршіңіз. Иә. Шырымбек, иә. Құдай шүкір. соның екі аяғы протез ба? Жоқ, оны кім айтты онда? Екі аяғы сау айналайын. Шүкір. Құдай сақтасын. Айттым ғой мен саған, біздің ауылда ондай адам жоқ деп ей. Маған бересіңдер деп ғой. Болмайтын нәрсе айта бермеші. Көке айып етпеңіз. Жарайды қазір. Жарайды. Жақсы. Алло, Шырымбек. Шырымбек, қалай, жағдайлар жақсы ма? Денсаулық. Екі аяққа Құдай қуат берсін. Жақсы ма? Жақсы. Мақұл айт десе, жақсы. Не болды? Аттай болып кетіп, арбадай болып кетті ғой. Адам өлерінің алдында бір сергіп бой жазып алады дейтін еді. Ештеңе етпейді. Бой жазу екен, бір жарықтық. Ештеңе етпейді. Ата, Ау. айттым ғой сізге, машинам бұзып келеді деп. Мен бұзған жоқпын, өзі бұзылып қалды. Енді немен таксам ететпексің? Такси құрсын. Болмайды екен маған. Басқа жұмыс іздеймін. Айтпашы көке, анау. Сіздің машинаңызбен таксовать еттім. Елтөнге тапқам жаңа. Сол жолда шыдай алмай кеттім деп шемішке ақ қойдым. Айып етпейсіз. Мейлі. Мынау сіздің үлесіңіз содан. Ой. Мені, көрдің ба? Еңбек етсең бірдеңе болады деген сөз. Міне. Негіз біз ұсақ түйектеп менсінбейміз ғой? Шемішке деген ғой бизнестің көкесі. Бәрін қойып шемішкемен айналсам деймін көке. Көрдің ба? Әдім. Қарап жатсаң ішім шемішке бермей саған. Балаларым, маған берін қадір садақаларың керек жоқ.
Менің өзім пенсиям жетеді, бала шағамның табысы жетеді. Елімізге тыныштық берсін, еліміздің тауқатын. Қайыр садақаларын мешітке беріңдер, қайырымдық үйіне беріңдер, жоқ жетімге беріңдер, сонда ниеттерің қабыл болады. Оған міне еліміз тыныштық болсын, ынтымақ берекеміз болсын, осы ниетіміз қабыл болсын. Алла, не болды? Жүрегіңіз ауырып жатыр ма? Не болды? Онда жүректің ауырғаны жақсы. Ақша қайда? Жаңа ақша екен деймін. Мына салған мына қалтама. Қалтаң қара. Мына қалтасы тесік қой. Ақша жоқ па енді? Неғып отырмыз? Жүр іздейік онда. Іздеңдер, Ана, айып етпеңіз, білмейін. Айттым жаңа сол ақшаны маған бересіңдер деп. Не болды? Ішіңге бұйырмады ал. Қаяқпен жүрген ең соңғы рет. Бақыт. Жарайды. Жиналысың бітпейді екен сенің де. Біткеннен кейін тезірек кел үйге. Не болды? Жоқ, таппадық. Іздемеген жер қалмады. Жүріп өткен жердің бәрін көрдік. Жоқ, жер жұтты ма, қайда кетіп қалған, Ой, тоба, қайда бұл ақша? Ой, тоба деуге бола ма? Түскен ақшаны біреу алып кетті. Қазіргі заманда оған таңғалуға бола ма? Сол 100 мың теңгені тесік қалтаға салып алып, көше кезіп жүрген да, ендігі ол ақша еркін айналымға түсіп кеткен да. О, табылды. Мына жақты жатыр екен ғой. Қой, дұрыс болды ғой. Апа, жаңа пульт іздеп жүредіңіз ғой. Мына жақты жатыр екен ғой. Ақшаңыз табылмайды, Жездеке. Жоқ ол енді ақша, болды. Қандай адамсың сен, Бір аузыңнан жылы сөз шықса қайтер еді, Ой, Жездеке, аузымыздан жылы сөз емес, қайнап тұрған ыстық сөз шықса да бар ғой, табылмайды дедім ба, ақша табылмайды. Мынандай ақша көшеде сізді күтіп жатады дейсіз ба? Біреу әкетіп қалған тос оққа дейін. Телефоныңыз беріңізші, біреуге звондап алайын. Бере тұрыңызшы, менікін единсасы бітіп қалыпты. Ой, ақшаңыз мен жоғалтқан жоқ па? Бере тұрыңызшы, Жездеке. Алло, Әйгерім, сәлем. Балам-ау, мына сонша ақшаны сен қайдан тауып әкелдің? Жолдың шетінде жатыр екен. Мен оны үйге дейін теуіп алып келдім. Неге теуіп алып келесің, Қанат? Қызықсың сен. Аяқ киім жыртылып қалады ғой. Мен оны теуіп алып келмегенде осы ақшаны таппас едік қой. Енді бұл ақшаға аяқ киім сатып аламыз. Жоқ, балам. Бұл ақшаны жұмсауға болмайды. Ертерек иесін тауып, бұл ақшаны қайтару керек. Әкелерің марқұм. Біреудің малы біреуге мал болмайды дейтін. Бұл мал емес, ақша ғой. Жаным-ау, ақшаны да адал еңбекпен табу керек. Мен бұны адал еңбекпен үйге дейін теуіп алып келдім ғой. Болды, Қанат. Анамызбен салғаспа. Иесін тауып, өзіне қайтарып берейік. Балапандарым сол, ақылдарыңнан сендердің. Құрметті қонақтар, құрметті ата-аналар және біздің оқушылар. Бүгінгі кәсіп болмай, нәсіп болмас атты ашық сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі біздің қонағымыз табысты кәсіпкер, бизнесмен, қаршыға Ермекбай ағамыз. Барлығымыз қошеметтеп ортаға шақырайық. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Сізді ортамызда көргенімізге қуаныштымыз. Балалармен тәжірибеңізді бөлісе отырсаңыз. Сәлеметсіздер ме, балалар? Мен негізі істің адамы болғаннан кейін көп сөйлегенді қатты ұната бермеймін. Сондықтан да не айтарымды да білмей тұрмын. Бастысы сабақтарыңыз жақсы оқыңдар. Осы. Жақсы. Балалар, Қаршыға ағаларыңа қоятын сұрақтарың болса, Мади, қоя қой. Сонда сіз бизнестің қай түрімен айналысасыз? Өте орынды сұрақ. Өте керемет сұрақ. Бизнестің қай түрімен айналысасыз? Мен негізі бизнестің көптеген түрлерімен айналысам. Оны қазір мына жерде тізбектеп айта беретін болсам, мақтанғандай болып қалайын деп тұрмын.
Сондықтан да басты жаңалығымен бөлісейін. Осы сіздердің ауылдарыңызға, Құдай қаласа, пицца алып келейін деп жатырмын. Өздеріңіз білесіздер, пицца тойымды тағам дегендей. Жақсы, балалар, тағы қоятын сұрақтарың болса? Мандиден басқа ешкімде сұрақ жоқ па? Жарайды, Мади, қоя қой. Пиццаны анам үйде ақтайындап береді ғой. Иә, оны үйде де дайындауға болады. Жақсы, біздің балаларымыздың қоятын сұрақтары өте көп, бірақ енді біз кішкене сізді тосыннан шақырып отырғаннан кейін уақытыңызды... Иә, менің бір кездесуім бар еді қазір. Асықыстау едім. Жақсы, рахмет. Уақыт бөліп келгеніңізге үлкен рахмет. Сізді көргенімізге біз тағы да қуаныштымыз. Қайта көреміз деген үміттеміз. Әрине, шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Осылай шақырып тұрыңыздар. Жақсы, Қаршыға Ермекбайұлы, үлкен рахмет тағы да. Сау болыңыз. Сау болыңыздар, балалар. Құрметті ата-аналар, осылай біздің ашық сабағымызға ат салысып, балаларыңыздың тәрбиесіне, біліміне келіп, көңіл аударып отырғандарыңызға үлкен рахмет. Сабағымызды жалғастырамыз. Білем, бірақ бұндай сіздер іздемейсіздер негізі? Неге іздемейміз? Соны айтамын да, неге іздемейсіздер сіздер? Мен сіз айтып тұрған іздемейсіздер деп. Жоқ, іздейсіздер. Іздегенмен таппайсыздар, иә? Онда неге келіп тұрсыз? Жоқ, осы адамдарға таң қалам. Бірдеңесі жоғалса, бір зат жоғалса бізге келеді. Басы жарылып, көз шықса бізге келіп бізден көмек сұрайды. Ал басқа кездің барлығында ой-бой, біз жамандаудан ауыздар босамайды. Жоқ, сіз мені түсінген жоқсыз. Мен сіз жамандауға келіп тұрған жоқпын. Ақша жоғалған, оны білесіз. Енді оны мен ешкімде көріп тұрған жоқпын. Оны ешкімде көрмеймін. Дәлелім де жоқ, қайда жоғалғанын да білмеймін. Ой, табылып қалама деген енді. Ой, да енді. Үмітсіз шайтан да енді. Барлық сипаттамасын жаздыңыз ба? Міне жаздым, міне. Ақ қағазға оралған. Көріңізші міне. Бәккан. Так, ша ақ қағазға оралған. Сыртында әкемнің аманаты деген жазуы бар дейді. Қуана берсеңіз болады. Сіздің ақшаңыз табылды. Міне. Қой? Демді ме? Кеше таңертең бір әйел кісі беріп кеткен. Баласы тауып алыпты. Иә? Ой, тобай. Тобай, рахмет. Ой, бұра кәдімгі менің жоғалтқан ақшам ғой. Мұнда қол қойсаңыз аяғына. Ой, заман бұзылды дейді. Заман бұзылды деп айтып жүрген адамның өзі бұзылған. Ей, мынандай адам бар кезде заман никогда бұзылмайды. Ой, бауырым, рахмет. Шариғатта балам, садақаны ең әуелі кімге берілетіні қарастырылып қойылған. Ең әуелі садақаны жетім жесірге береміз. Жетім жесір деген көп қой, ақсақал, оны қайсысы біріне бере береміз? Шариғатта бұл мәселе қарастырылған балам. Әрі жетім жесір болып, әрі туысың болып келсе, соған апарып беру керек. Бар ма ондай адамдарың сенің? Туысқаннан ба? Болу керек. Аталас ағайындардан ба? Оны шешемнен сұрап білем. Сұрап бір балам, сұрап бір. Әрі туысқаның, әрі жетім жесір болып келсе, бұның сауабы өте үлкен зор болады. Сауабы жақсы дейсің, туысқанға берген. Сауабы жақсы, иә. Негізі шариатта садақаны өзіңнің туысқаныңнан баста дейді ғой. Өзіңнің жақындарыңнан, туысқандарыңнан бер дейді. Біздің туысқаннан, жақыннан берейік десек, ондай бізде кімдер бар онда? Кімнен бастап береміз, кімге береміз? Жетім жесірлер бар ма? Олай болса, Бағиланың келіні бар емес пе? Қай Бағиланың келіні? Анау Қалибек атаның кемпірі ма? Олар бізге ағайын ба сонда? Жақындығы бар ма? Мен аталарымның атын атамайым. Болмаса, шежірені тізіп берер едім сендерге. Олар бізге 3 атадан қосылады. Бізге ма? Бағила былтыр. Жақын екен ғой? Бағила 2 жыл бұрын қайтыс болды. Шалы артынан кетті. Жалғыз баласы былтыр авариядан қайтыс болды. Симасы қойып болсын. Келіні 2 баламен бір өзі қалды. Соған бер. Дұрыс. Мен де қайбірмей қалды дейсің.
Баяғыдан бері соларды айтуым керек еді. Соларға берейік онда. Біз ағайынымыз екен онда. Дұрыс, апа. Дұрыс болды, айтқаныңыз жақсы болды. Жүзеге, маған бір идея келді бар ғой. Не идея? Баяғыда біз осы шемішкелерді стаканмен сатып алушы едік қой, естеріңізде ме? Иә. Изоленді оралған. Иә. Сол сияқты қолдан қуырылған шемішкі сататын киоск ашсақ, қалай болады? Оны енді білмеймін енді. Әртүрлі дәммен де, попкорн сияқты. Иә. Тұз қосып қуырылған, қант қосып қуырылған, со вкусом қазы деген сияқты. Кейін жақсы жүріп жатса, қалада кинотеатрлармен сөйлесуге болады. Дұрыс, жақсы. Сен оны былай қыл онда. Қалай? Бүгін кеш болып қалды ғой, сен оны ертең аш. Ой, чезе қойыңыз. Бүгін пістеңді сенің ат дөші шағайық. Айтпақшы, мектеп директормен сөйлесіп қойдым. Не дейді? Саған ертең жұмысқа шықсын деді. Ой, жақсы ғой. Сен алдымен жұмысқа тұрып, ай ақшаңды жинап, қарыздарыңнан құтылып ал. Сосын аша бересің ғой бизнесіңді. Дұрыс айтады, дұрыс айтады. Дұрыс. Қойшы, ұнамайды маған ол жұмыс. Әкем айтты, егер жұмыс істемесе үйге қайтсын деді саған. Қайтпаймын. Онда өзің айт әкеме звондап. Жұмыс істемеймін деп. Айтпаймын да, қайтпаймын да. Бизнес ашамын. Сол жерге? Өзің біленді. Айтты не, айтпады не. Кімге керек осы пісте? Шын айтам ғой, кім сатпай жатыр бұл пістені? Оны жұмысыңды істесеші, қайтыр ма? Жақсы ғой. Не істейді ояқта? Қандай жұмыс істейді? Не, білмеймін, әйтеуір бір жұмыс тауып береді ғой. Болды ғой, yok қолға бір жұмыс. Жүресің. Қойшын, жүрейін енді сол мектепте. Не істеп жүрмекшісің? Айлық аз оны. Ой. Мен бизнес ашам. Көресіздер ғой осыдан. Ой, әлі. Біздің қаршыға деп отыратын болыстар әлі. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум салам. Қалайсыңдар? Уағалейкум салам. Ой, молда болыңдар, балалар. Кім баларсыңдар, ей? Атам мен әжемнің. Атаң аты кім? Қалибек. Қалибек? Апаң атшы? Бағила. Мен танисыңдар ма? Жоқ. Мен Мырзахан деген ағаларың болам сендердің. Кейін жақсылап таныса береміз. Мамаларың қайда? Дүкенге кетті. Жарайды. Мынаны онда мамаларыңа беріңдер. Осындай акция болып жатыр екен, осындай таратып жатыр екен деп айтыңдар. Жарай ма? Жарайды. Жақсы онда, сау болыңдар. Сабақтарыңды жақсы оқып жүрсіңдер ма? Иә. Сабақтарыңды оқыңдар. Жақсы. Сау болыңыз, рахмет. Қарындас қайда? Әйгерім. Сабаққа? Кешіріңіз, бара беріңіз. Пасор! Қаршыға ағай, сізді директор шақырып жатыр. Бара бер, сабағыңа бар. Директор шақырып жатыр, тұрыңыз. Сен бара бер, мен мына жақтағы жолмен барамын.